Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әдебиет әлеміне қош келдіңіздер. Күндеріңізге сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Балалар, өздеріңіз байқағандай, жыл сайын сіздерге берілетін шығармалардың ауқымы ұлғайып, түр сипаты да күрделеніп келеді. Алайда тек мектеп бағдарламасымен шектелмей, өздеріңе ұнайтын әдеби кітаптарды тауып, құмарта оқып жүрген боларсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта көркем әдебиет және эпикалық сарын атты үлкен тарауды бастаймыз. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың бас кезінде қазақ әдебиеті жаңа белеске көтерілді. Жазба әдебиеті ерекше қарқынмен дамып, тақырыптық идеялық жағынан кеңейе түсті. Қазақ даласында болып жатқан қоғамдық саяси өзгерістер мен жаңалықтар қазақ әдебиетіне әсер етпей қоймады. Қазақ әдебиеті шығыс пен батыс әдебиеттерінен келген жаңа жанрлармен, тың тақырыптармен толыға түсті. Таңды таңға жалғастыратын жыршылар мен қиссашыл ақындар қазақ ауылындағы ең беделді адамдардың біріне айналды. Бұл кезеңде қазақ әдебиетінде ғасырлар қойнауынан жалғастық тапқан эпикалық сарын Мұрат Мөңкеұлы, Жамбыл Жабаев, Нұрпейіс Байғанин сынды ақындармен өз биігіне көтеріле түсті. Балалар, бүгінгі сабақта Мұрат Мөңкеұлының өмірі мен шығармашылығына, әрі үшқиян толғауының тақырыбы мен идеясына тоқталатын боламыз. Мұрат Мөңкеұлы 1843 жылы қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданында дүниеге келген. Жас шағында белгілі есет шешеннен үлгі өнеге алады. Мұрат Мөңкеұлынан үлкен үміт күткен есет би оны әдебиетке өзі баулып, қазақ тарихы жайлы көптеген мағлұматтар береді. Дәстүр бойынша ақын деген атқа ие болу үшін өзге ақындармен айтысып, өзінің ақындығын дәлелдеуі шарт. Мұрат Мөңкеұлы да өзін сынап, Жылқышы атты ақынмен айтысқа түседі. Мерейі үстем болады. Бұдан соң Мұрат Мөңкеұлы Бала Ораз, Жас Келең, Жан Толы, Ізім, Тыныштық сынды ақындармен айтысады. Бұл айтыстарда да Мұрат Мөңкеұлы жеңіске жетеді. Балалар, Мұрат Мөңкеұлы түре айтыста да, сүре айтыста да өзінің суырып салмалық қасиетімен елге танылады. Ақынның айтыстары жөнінде белгілі академик Сәбит Мұқанов мынадай пікір қалдырады. Айтыстарында сырт қараған адамға осындай рушыл көрінген, өз руына мінсіз көзбен қарайтын Мұрат өзінің ақындық өмірінде рушылдық көлемнің ақыны болып қана қалмайды. Жас кездегі айтыс өлеңдерінде өз руын көтеріп, өзге руға кеміткен көзбен қарайтын Мұрат есейе келе, өзге руларды да көре, өзін жалпы қазақ ақыны, халық ақыны санап бертінде байсалды ақын болған шағында өз руының ғана емес, жалпы қазақ халқының жоқшысы болып жырлайды деген пікір қалдырады. Мұрат Мөңкеұлының ақындық шеберлігі Қарасай Қази, Шәлкес, Қазтуған сынды жырларынан да танылады. Мұрат Мөңкеұлының әттең бір қапы дүние-ай, жалғаншы пәни жалғанда, топқа түскендегі толғау атты шығармаларында өмір мен өлім, адалдық пен аярлық, салт дәстүр сынды мәселелер сөз болады. Ақын туралы көптеген деректерді оның шәкірті болған Мұрын жырау жеткізген. Ерекше дарын иесі Мұрат Мөңкеұлы қазақ халқының рухани байлығы, батырлар мен жыраулар поэзиясын өте жақсы білген. Сыпыра жырау, Асан Қайғы, Қазтуған, Шалки жырлары да бізге осы Мұрат Мөңкеұлының арқасында жеткен. Мұрат Мөңкеұлы 1906 жылы 63 жасында дүниеден озады. Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығын Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Халел Досмұхамедов сынды ғалымдар зерттеген. Балалар, бүгінгі сабақта Мұрат Мөңкеұлының ерекше туындыларының бірі үшқиян толғауының тақырыбы мен идеясына тоқталатын боламыз. Мұрат өмір сүрген заман патшалық отаршылдық мейлінше дәуірлеп қазақ жерінің талауға түскен кез еді. Халықтың зорлық зомбылыққа душар болған шақ еді. Патша үкіметінің елге жүргізген реформаларының арқасында елді билеу саясаты өзгерген еді. Дәл осы тұста Мұрат Мөңкеұлы сынды дарабоз ақындар елдің жағдайын қазақ әдебиетіне әкеліп, өз шығармаларында бейнелейді. Дәл осы отаршылдыққа қарсы Мұрат Мөңкеұлы Үшқиян, Сарыарқа сынды толғауларын жазған еді.
Үшқиян толғауының негізгі идеясы отаршылдыққа қарсы күрес. Ал мұнда ақын Үшқиян деп үш өзен салаларын айтады. Олар Батыс Қазақстан жеріндегі Атырау, Аңғары, Ойыл, Қиыл, Жем, Сағыз өзендерінің маңы. Деректерге сүйенсек, Үшқиян толғауы 1873 жылдары елді Ояз, Болыс, ауылнайлар билеген тұста айтыла бастаған. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Бүгінгі сабақтан түйгендерің мол болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақта Мұрат Мөңкеұлының өмірі мен шығармашылығын әрі Үшқиян толғауының тақырыбы мен идеясына тоқталдық. Келесі сабақтарда Үшқиян толғауымен толық танысатын боламыз. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.